Дәрігер көрсе, анау жаман, мынау жаман дейді ғой енді. Молда да бәрін харам деп отыр ғой. Біз енді дәрігер болған соң нақты ғылымға сүйеніп айтамыз. Қарап отырсаңыз, темекі шеккен зиян емес па, әлде зиян ой, кейбір адамдар 80 жасқа дейін темекі шегіп дұрыс жүр ғой деген сұрақтар туындап жатады. Ал негізіне келетін болсаңыз, әр адамның өкпесі әртүрлі. Тамақ ішу мүмкіндігі де, өмір сүру мүмкіндігі де әркімдікі әртүрлі. Өзінің дәм тұзына байланысты өмірден де кетіп жатады. Сол себептен айтайын дегенім, темекі шеккен кезде қандай өзгерістер болады? Өкпеден рухтан жүріп барған ауа әрқашанда мынандай альвеоларға барады. Осындай араның ұясы сияқты жүзім тәрізді. Осының ішінде ауа алмасу, оттегі мен көмірқышқыл газы алмасу жүріп отырады. Темекі шеккен сайын сіз өкпеңізді ыстайсыз, сөйтіп альвеолардың ішіндегі осы қалташалар бұзылып, смолаға толып, қап-қара болып қалады. Ол кезде бұл жерде ауаның алмасуы болмайды. Кейін осы эмфизема дейтін ауруға келеді. Өкпе шұрық тесіп, сол себептен оны емдеп жүре алмайсыз. Бірақ өкпеңіздегі оттегіні қамтамасыз етуі төмендей береді. Сол себептен темекі жайлы шегуді ойлап жүрсеңіз тоқтатыңыз.